Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге қарапайым ғана заттардан тұратын, дәмді әрі тез дайындалатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен бір дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, дәміне қарай тұзды салып, шанышқымен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Табамызға майды құйып, жұмыртқамызды барынша шұқа етіп қуырып аламыз. Азыдан құйып, дәл осылай шұқа етіп омлетімізді қуырамыз. Міндетті түрде омлетімізді екі жақты қызартамыз. Екінші омлетімізді қуырамыз. Кейіннен мен корейский терка өткізілген картопымды қызып тұрған майда қуырып аламын. Сіздерде ұзынша етіп шығатын кез келген терканы пайдалансаңыздар болады. Қызарғанша қуырып, кейіннен сүзіп аламыз. Кейіннен помидорымызды, бір дана помидорымызды алып ұзынша етіп турап шығамыз. Турап болғаннан кейін қиярымызды дәл солай ұзынша етіп турап шығамыз. Омлетімізді жұқа етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін салатымызды өзіңіздің қалаған кез келген ыдысқа жинасаңыздар болады. Мен мұнда сопақша ыдысты пайдаландым. Ең бірінші помидорымызды, кейін қиярды, консервіленген жүгеріні, қуырылған картопты, және де ең соңғы омлетімізді қоямыз. Кейін бетінен майонезбен осылай әсемдейміз. Жаз айына арналған өте дәмді, жеңіл болып шығатын салаттың бір түрі. Дайындап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.